Құрметті көрермен, сіздермен бірге Абай жастары подкасты және тізгіндемен Ботагөз Мұратқызы. Театр мәдениеті қоғамда ерекше орын алады. Сондықтан бұл тақырып өзектілігін жоғалтқан емес. 27 наурыз халықаралық театр күніне орай Дариға-ай жастар театрының актері, Есаймақ студент жастар театрының режиссері Ислам Фарухұлы бүгінгі студиямызда қонақта. Ислам мырза, қош келдіңіз, қош көрдік. Қош көрдік, қайырлы күн. Енді студиямызға қонақ болып келіп қалғаныңызға үлкен рахметімізді білдіреміз. Бірден подкастымыздың сұрақтарына көшсек. Театрға деген қызығушылығыңыз қалай басталды, осыдан бастап алсақ? Енді театрға деген қызығушылығым 2013 жылы осы Мұқан Төлеубаев атындағы музыкалық саз колледжінде актер мамандығы қабылданады дегенді естіп, сонау Үржар ауданынан 9 сыныпты бітіріп келіп, сол мамандыққа тапсырдым. Бірақ ол кезде театр әлемі деген не, актер деген кім? Ол кезде біздің көзқарасымыз актер деген жаңағы кинода ойнау деген сияқты ойладық қой. Шынына келгенде бірінші курста жаңағы әртүрлі этюдтар жасаған кезде мен қайда келдім деген сұрақ болды. Мысалы, бірінші курста енді бізде әртүрлі этюдтар болады, жаңағы қойдың, жануарлардың, яғни иттің, қасқырдың, жыланның әртүрлі кете береміз. Жаңағы этюдтарды өзіміз құраймыз. Сол кезде қатты қиналдық. Яғни неге біз жаңағы жануарларды ойнаймыз, біз деген актермыз ғой. Неге біз киноға түспейміз деген сияқты шатасып түсінбей жаттық. Содан кейін үшінші курсқа келген кезде уже кішкене біз не ойнай бастадық, отрывоктар ойнай бастадық. Яғни жаңағы қысқаша көріністер ойнаған кезде барып не үшін біз жаңағы қасқыр болғанымыз, не үшін қой болғанымыз түсінікті болды. Себебі қазір жаңағы сөздер бар ғой, қойдан да жуас деген сияқты. Сол сөздерге мысалы кейбір кейіпкерлер болады, сондай қой сияқты ақырын асықпайды. Кейбір кейіпкерлер болады, жаңағы түлкі сияқты қу. Сол үшін біз жаңағы жануарларды зерттегеніміз сол үшін екенін түсініп, ары қарай қызығушылық артып, қазірде енді үлкен сахнада өнер көрсетіп жүрміз. Жақсы, рахмет. Театр ол шығармашылық ізденіс алаңы, иә? Осы театрдағы ең алғашқы рөліңіз қандай болды ол? Несімен есіңізде қалды? Театрдағы ең алғашқы рөлім енді студент кезімізде бізді жаңа практика түрінде алып кетеді. Студент театрға, сахнаға өнер көрсетуге. Ол кезде біздің Дариға-ай жастар театры жаңағы қалалық мәдениет сарайында болатын. Ғимаратымыз сол жерде болатын. Сол кезде Әміре Қашаубаевтың қойылымы болды. Ол кезде біз жаңағы билеп шықтық, соған мәзбіз, әйтеуір сондай жаңағы масса көпшілік сахнасында жүрдік. Бірақ ең алғашқы жаңағы маған сеніп тапсырылған рөл бұл Хугаевтың Иттің бабасы немесе Адамның аласы деген қойылым. Режиссері Жұлдызбек Жаманбай деген өзіміздің театрымыздың аға буыны, қазіргі таңда Әзірбайжан Мәмбетов атындағы театрда көркемдік жетекші режиссер ағамыз, сол кісі сеніп тапсырды. Енді сол қойылымда жаңағын айттым ғой, қой болдық деп. Сол қойылымда қозының рөлін ойнадым. Бебе деген рөл өте ауыр болды. Себебі мен ол кезде 3-ші курста оқимын. Жаңағы ол кезде біздің актерлар енді барлығы үлкен ағаларымыз үйреніп алған барлығын. Театрдың сахнасына жатып, уже емделіп алған, төселіп алған кісілер. Олармен бірге жүру қиынырақ болды. Себебі жаңағындай образды түсінбей, кішкене басқа жаққа алып кетем. Режиссеріміз айғайлайды жаңағы, кет сахнадан деп. Кетіп қаласын, қайтадан шақырады. Бәрін қайтарып жібереді, өзіңді ғана алып қалады. Сөйтіп, ең алғашқы рөлім Бебе. Қазірдің өзінде сол қойылымды енді 10 жылдан асты ма қазір? 7 жылдан асты. 7 жылдан асты. Сол қойылымға келген кезде кішкене барлығымыз болмаса да кейбір актерлар, соның ішінде мен де барым, қобалжимыз. Басқа қойылымдарда әрине қобалжу бөлек, бірақ именно сол қойылымда кішкене қобалжу бөлек болады. Себебі жаңағы алғашқы рөл болғандықтан ба деп ойлаймын. Иә. Жақсы, рахмет.
жаңа рөлге қалай дайындаласыздар? Осы туралы айтып берсеңіз, стресспен күресу жолдары болады ма? Иә, қазір енді әртүрлі бағыт бар ғой. Әртүрлі режиссердің өзінің жолы бар. Сол режиссердің бағытын бірінші ұғып түсініп аламыз, рөл шығармай тұрып. Жаңағы қысқаша айтып кетейін, осы өткенде ғана ең әдемі келіншек деген қойылым болды біздің театрда, премьерасы. Оның да режиссері өзіміздің Дариға жастар театрының аға буын өкілі, жаңағы алғашқы бірге оқыған, яғни жаңағы біздің үлкен актерлармен бірге оқып, одан кейін Алматыға оқуға түсіп, қазіргі таңда Ғабит Мүсірепов атындағы театрда актер Әсет Иманғали ағамыз, сол кісі келіп ең әдемі келіншек қойылымын қойды. Сол кезде ол кісіден алғанымыз, яғни әр режиссердан біз бір нәрсе алып қалуға тырысамыз. Ол кісіден алғанымыз мынау сөзді ойнату дегенді түсініп, кішкене өз басым үлкен тәжірибе алдым. Басында басқа жаққа кетіп жүрдік, одан кейін кішкене жаңағы өз жолына түсіп, сол спектакльді түсініп, бірге талдап, оны отырамыз. Жаңағы бір прогон өтіп болғаннан кейін шақырады, отырып, шай алып келіп, сен осылай болды, мына жерің қате, мына жерің дұрыс деп бағыт-бағдар береді. Сол кезде сөйтіп солай бәрі рөліміз шыға бастайды. Енді жаңағы Әсет ағамызға үлкен рахмет. Сөзді ойнату дегенді мен өз басым бұған дейін қатты алмай жүріппін. Енді ойлап қарасам, негізгі сөзді қатты ойнату керек екенбіз. Себебі ең бірінші халықтың құлағына сөз барады. Образың емес, сөз барады. Егер сөзді дұрыс жеткізе білсең, онда сенің кейіпкерің шығатынына көзім жетті да. Енді бір 10-15 күн, 20 күннің арасында осылай күнде қойылымның дайындығы, солай текст жатталады. Содан кейін жаңағы киімдеріміз келе бастайды. Ақырын реквизиттарымыз қолымызға келе бастайды. Ол енді жаңағы театр әкімшілігінің жұмыстары, бірақ ақырын келе бастайды. Сөйтіп, солай ақырын біздің образымыз құралып шығады премьераға. Жақсы, рахмет. Енді театр актері болу үшін қандай да бір қасиеттер, адам бойында қандай характерлер болу керек деп ойлайсыз? Енді әркімнің өнерге таласы бар ғой, бірақ енді театр актері болу үшін ең бірінші бір характер дегенде еңбекті сүю керек деп ойлаймын. Жаңағы қазірдің өзінде міне жұмыс жасап жатырмыз. Түнде репетициялар болады, кеш қайтамыз, жаңа гастрольдерге барамыз. Соны отбасың түсінбей қалуы мүмкін. Сол жағынан келгенде өзің нақты шешім қабылдап, яғни актер болам, оның ішінде жаңағы театр актері болам деп дұрыс шешім қабылдау керек. Және жаңағы төзім қажет, төзім, шыдау. Содан кейін өзіңнің көзқарасың, яғни ішкі я дейді ғой, сондай болса, онда нұр болады. Жақсы, рахмет. Егер де сізге таңдау берсе, қандай әдеби кейіпкерді сомдайтын едіңіз? Қандай әдеби кейіпкер? Енді былай айтқанда, жаңа да айтып жатырмыз ғой, алғашқы рөл деп, бірақ негізі актерда рөл таңдауға мүмкіндік жоқ. Негізі рөлдің үлкені, кішісі жоқ. Берілген рөлді өзімнің мақсатына, деңгейіне жеткізіп ойнау керекпіз. Сондықтан жаңағы өзімнің ойымда андай рөл жоқ, мен нан ойнағым келеді, мынандай. Әрине енді білмеймін, бұрын болған шығар. Қазір ондай бір ойдан аулақпын. Кез келген рөлді алып, соған еніп, түсініп шығарған өзіме ұнайды. Жақсы, рахмет. Көрген боларсыз, естіген боларсыз, құрылтайда президент мәдениет саласына тоқтала кетті. Осы бойынша өзіңіздің ойыңыз қандай? Жақында президентіміз атап өтті. Және театрдың, осы Семей қаласының, Абай облысындағы театрдың жағдайына атап өтті. Оның ішінде жаңағы Абай атындағы Қазақ музыкалық драма театры, және Дариға жастар театры, Достоевский атындағы орыс драма театры бар. Бір ғимаратта өмір сүріп, бір ғимаратта, бір сахнада өнер көрсетіп жатырмыз.
сол жағынан келгенде шынымен де бізге өте сол жақсы жаңалық болды. Бізге ол әрине ауадай қажет болып тұрған дүниелердің бірі, себебі қазір бір театрда 3 ұжым, 3 коллектив сахна бос алмай қалады. Соны себепті жаңа айтып жатырмын ғой, түнгі дайындық деп жатқаным, сол сахнаның жетіспеуіне байланысты біз жаңа түнгі репетицияға қалуға мәжбүр болып жатамыз. Себебі халыққа жаңағы актер шығады ғой, режиссер шықпайды, жаңағы қалған сол қойылымға қатысы бар кісілер сахнаға шықпайды, оған шығатын біз. Сондықтан сахнаға шыққаннан кейін бір жақсы дүние көрсеткім келеді. Сол үшін барлығын сырып қойып түнгі репетицияға келіп жатамыз. Енді сол жағынан келгенде үлкен жаңалық болса екен деп тілеп жүрміз барлығымыз қазір. Солай қатты тілек үстіндеміз. Жақсы, рахмет. Жаңа сұхбатымыздың басында Есаймақ студент жастар театрының режиссері деп атап кеткен едік. Енді Есаймақ театрына тоқтала кетсеңіз. Жақсы. Енді бір 3 жылдай болды. Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжде жұмыс атқарып жатырмын. Оның ішінде жаңағы Есаймақ студент жастар театрының көркемдік жетекшісі болып, және режиссері болып, енді жаңа айттым ғой, атап өткенде өнерге әр адамның өзінің таласы бар деп. Сол сияқты бос уақытымызда жаңағы қызығушылығым осы режиссура бағытында. Сол себепті енді жаңа айтып жатырмын, студент жастар театры, бұл енді 30-ға жуық бала бар бұл жерде. Жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі жұмыстар өте қызу, қолдау керемет, себебі жұмыс нәтиже болған жерде қолдауда міндетті түрде болады. Біреу білет, біреу білмейді. Бұрын енді ғимаратымыз болмаған. Жаңағы Қасым-Жомарт Тоқаев президентіміздің арқасында бізге жаңағы педагогикалық колледжға 300 орындық Есаймақ залын салып берді. Біз қазір енді сол залдың ішіндеміз, өзіміздің кабинетіміз бар. Енді шыны керек, сол кабинет жағынан ол жақта да қиналып жүрдім ғой. Кішкентай жерде дайындалып, кішкентай жерде текст оқып аламыз, содан кейін әйтеу театрдан келіп көмек сұрап, театрдың залына бір-екі рет қойылым қойдық. Қазір енді өзіміздің ғимаратта, өзіміздің сахнамызда свет, жарық, барлығы, музыка барлығы қамтамасыз етілген, гримерка деген сияқты. Балалар өзін бір сәтке өзін актер, актриса ретінде сезініп жатады. Себебі ол кісілер, ол балалар 16 мен 20 жас аралығындағы балалар. Және ол бір қызығы, ол балалар біреу ағылшын пәнінің мұғалімін оқып жатыр, біреу дене тәрбиесін оқып жатыр, біреу әртүрлі мектепке дейінгі деген сияқты. Мұғалімдер таңғалады, сендер мұғалім тәрбиелеп жатырмыз ба? Жоқ, актер, актриса тәрбиелеп жатырмын. Мен айтам, егер мен жұмыс жасасам, онда кәсіби түрде жұмыс жасайық. Андай бола салсын, мынандай бола салсын деген болмасын. Кәсіби түрде. Ол болу керек дүние ма болсын, киім болсын, қандай жағдай болсын деп заң дейма, қалай енді бір тәртіп бар, сондай. Балаларыма да үлкен рахмет, жаңағы оқушыларыма түсініп, енді 3 жылда бір-біріміздің көзқарасымыздан бір-бірімізді түсіне бастадық. Балалар да мен де енді қиын екен негізі балалармен жұмыс жасау. Енді әр баланың өзінің характері бар, әр бала өз несімен қызықты. Енді жаңа айттым ғой, біреу ағылшын пәнінің мұғалімі, біреу дене тәрбиесінің мұғалімі. Сол жағынан қиын, себебі әртүрлі уақытта сабақтар бітіп қалуы мүмкін. Оның ішінде жаңа 4-ші курсы бар, 3-ші курсы бар, 2-ші, 1-ші курстың балалары бар. Сол бір театр әлеміне сәл есік ашып, кішкене болсын балаларды театрға қызықтырайын, сахнаға шықсын. Сахнаға шыққан адам ешқандай жерде қысылмайды, өз ойын нақты және тік жеткізе алатын адам болады. Сол себепті сол жағынан кішкене болсын көмегім тисін. Балалар, кейбір балалар жабық болады. Сол балаларды ашып, мұғалімдерде келген көрермендерді таңғалып жатады. Мына баладан мынандай дүние шығады деп ойлаған жоқ. Енді айтам, ол
жаңағы сөйлесудің ненің арқасы, түсінісудің арқасы және өзінің еңбегі. Балаларға да үнемі айтатыным бір ақ нәрсе: еңбек етіңдер. Дайындық деп жұмыс жасай беріңдер. Онда да жаңағы қызықты оқиғалар болып жатады. Мен енді кешкі репетицияға үйреніп қалғанмын ғой. Содан балаларға айтамын: кешкі 6-та жиналыңдар, все, репетиция бастаймыз. Содан олар айтады: қалай ол? Анау охранник ағалар бар педколледжда, енді ол колледж ғой. Бұл театр, педколледждің ағайлар жоқ деп айғайлайды. Сол кезде Шағынгүл апайымызға хабарласам: ойбай, осылай бізге дайындыққа уақыт керек, 1-2 сағат балалармен дайындалып алайын деп едім, рұқсат па? Болды, балам, рұқсат, кіріп дайындала қой дейді. Сол жерде күзетшілердің аузына құм құйылады, ешкім сөйлемейді. Балалар да ырза, мен де ырза, жұмыс жасап жатамыз. Енді қазір 8 қойылымымыз бар, 1-2 ертегіміз бар Есаймақта. Жақында бұйырса гастрольдік сапарымыз, 2-ші гастрольдік сапарымыз болуы мүмкін. Енді әлі сиясы кеппеген, әлі қатты бір көрермендер естімеген қойылым. Бұл мұғалім қойылымы, ең соңғы осы міне қойылды. Сол қойылымда қазір енді мұғалім деген тақырып өте бір креативті тақырып болып жатыр ғой. Өткенде ғана семейде болған жағдайды енді өздеріңіз біліп отырсыздар. Сол жағдайға байланысты бір қойылым ойлап болғанда жазылған екен. Соны біз өз көзқарасымызда шығардық. Сол қойылымды жаңағы білім басқармасы көріп, қолдап, осы театрға, залына, үлкен залына қойыңдар. Өзіміз жаңағы мұғалімдерді шақырайық, мектептің, Семей қаласының мектептің мұғалімдерін шақырайық, көру керек деп сондай ұсыныс тастап отыр. Енді ол әлі алда шешілетін дүниелер. Бұйырса сол ең алғашқы жұмысымыз, ең бірінші сол театрға қоямыз. Содан кейін гастрольдік сапарымыз бар. Одан кейін жаздық қойылымымыз бар. Жаңағы май айында біз бір қойылымды алып, сонымен жұмыс жасап, оның премьерасын беру керекпіз. Өйткені премьерадан кейін балалар жазғы демалысқа кетеді, 4-ші курстары бітіреді, диплом алады. Оған дейін біз жаңағы бір қойылымды қойып, көрермен назарына ұсынып, қоржынымызға жақсы бір дүние шығару керекпіз. Сондай. Рахмет. Бұл режиссерлік өнерге сіз қалай келдіңіз? Барлығымыз топ ете алмаймыз ғой. Жаңағы театрда жүрген уақытым, содан кейін ол кезде Есаймақ студент жастар театры жай ғана бір ұйым. Колледждің ішінде жаңағы көріністі көрсетеді, ешқайда шықпайды. Басқа бағытта мүлдем мұғалім, жаңағы әдебиет мұғалімі сабақ береді. Бергенде ол түсінбейді, себебі педагог, мұғалім, маманы жоқ. Солай жүрген кезде Семей қаласының студент жастар театрлар арасында фестиваль өтеді деп. Қайсар деген досым хабарласып, сол колледждің түлегі, қазір Семейде жұмыс жасайтын азамат, сол кісі хабарласып, осылай педколледжға келіп, бір көмектесіп жіберші, көзқарасында айтып жіберші, бір қойылым алып едік, соны қоя алмай жатырмыз, кішкене театралсың ғой, келіп, анау көп білмесең де театр мәдениетін білмей жатырмыз дейді, жаңағы бұрылып тұрып отыру деген дүниелерді білмей жатырмыз, балалар ұқпай жатыр, кішкене келіп бер деп ұсыныс тастады. Ұсыныс болғанда уақытың болса келіп кетші деді. Содан кейін барып жұмыс жасадым. Алжир қойылымын қойыпты. Содан кейін мүлдем басқалай қойып тастаған. Содан ақырын балаларға басқалай түсіндіріп, енді басында сұрадым да, қандай қойылымды, Алжир. Сосын ютубты ашып алып, енді өзіңше бірдеңелер біліп бару керексің. Бос барған болмайды, сондықтан кішкене болсын біліп барайын деп оқыдым. Енді ол жерде тақырып мүлдем бөлек, ауыр және барып жұмыс жасап бастап кеттім. Содан кейін фестивальға қатыстық, студент жастар театрын 1-ші орын алдық. Содан кейін жаңағы Қанжаға 1-ші орын бар, балалардың бәрі мәз, жұмыс істеген ұнап қалды ғой деймін балаларға. Өздері жаңағы театр колледж басшылығына, Шағын апайымызға ұсыныс тастапты, осылай Ислам ағамызбен жұмыс жасаған ұнайды, осы кісіні жұмысқа алыңызшы, бізбен бірге болсын, бізбен жанымыздан табылсын. Ол кісі шақыртты, осылай сені балалар ұсынып отыр, яғни келіп
балаларға бас көз болып жұмыс жаса деп. Содан бері қазір 3 жыл жұмыс жасалып жатыр. Жақсы, рахмет. Енді әрбір режиссердің шығармашылық жолында бір ыстық, ерекше орын алатын қойылымдар болады, Сол сіздің өміріңізде сондай бір қойылымдарыңыз бар ма? Менде әлі күнге дейін есіңізде мысалы? Өзім қойған ба? Иә. Енді әр қойылымға біз отырып жаңағы талдаймыз ғой, сөйлесіп, әр баланың ойын тыңдаймын. Енді өзімдікі деп өзімдікін қойып салмайсың ғой. Ол өзіңдікі болса, ол халыққа дұрыс жетпей қалуы мүмкін, себебі ол бір адамның ойы болып шығады. Ал егер әр баланың ойын тыңдасаң, әр түрлі тақырыптар ашылады. Енді қазір бір 8-ақ қойылымымыз бар ғой. Мынау деп айта алмаймыз. Келген көрермен өз бағасын беріп жатады. Бір қызық қойылым бар енді бізде, «Оң қол» деген. Түрен Әбдіктің «Оң қол» деген шығармасы, өзі бір 4 ақ бет. Оқыған адам бір 15 минут оқып шығады. Жаңағы қыз бала туралы Алма деген. Қолының несі бар, мүкістігі бар, яғни ол өзін қылқындырады деген сияқты психологический сондай қойылым. Соны алып алдық. Содан оқыдық. Балалар отыр маған қарап. Мынадан не шығарамыз, 4 ақ бет қойды. Мен айтам, білмеймін не шығаратынымызды, бірақ осыны қояйық. Ұнап тұр. Содан отырмыз, бәріміз кабинетке жиналамыз. Сол кезде не жоқ, ғимарат жоқ. Жатақхананың бір кішкентай оқу бөлмесіне кіріп алғанбыз бәріміз. Содан кеттік, қайтадан оқимыз. Түк жоқ қой мұғалім бізде. Оң қолын қылқындырады, өліп қалады, болды. Анау ұл бала болады, ол бала. Сол аяғында көмектесе алмай қалады да, оны врач болып. Сол айтады, не істейміз деп мен айтамын, жоқ. Басқалай мен білмеймін. Бірдеңе керек болып тұр мына жерге. Содан отырмыз. Спектакльді қалай бастаймыз? Не істейміз? Отырмын, осылай отырмын. Деп қарасам, балалардың бәрі маған кіріп алған, отыр. Содан айтамын, так деп. Өзім тірі болсам, анық тірі демеспін деп қара сөз бастаймын, Абайдың қара сөзін, 9-шы қара сөзін. Балалардың бәрі тыңдап отыр. Нанғайына айтып шықтыңыз, мен айтамын, бұл Абайдың қара сөзі. Қалайына қойылымға келеді дейді да, сөздердің бәрі. Содан кейін сразу қара сөз оқып кеттік, бәріміз Абайдың қара сөзі, 45 қара сөзін алып кеттік, оқып. Қара сөзін қосып, 1 сағат 10 минуттық спектакль жасап шығардық, өзіміз таңғалдық оған. Жаңағы әртүрлі суицид тақырыбын қозғадық. Жаңағы біреу әкесіз өскен, біреу анасыз өскен, біреу өзіне қол жұмсаған 6 кейіпкер, яғни суицид тақырыбына өзіне қол жұмсаған 6 кейіпкер таптық. 7-шісі жаңағы Алма деген қыз өзіне қол жұмсаған. Сондай бір жақсы бір дүние ойлап тауып, өзіміз осы премьерасы театрдың кіші залында болды. Театрдың актерлары, режиссерлары келіп, ағамыз келіп, қолымды алып, линия бар, ең бастысы, басы бар, аяғы бар, ортасы бар дүние шығыпты деп қолымды алып құттықтап жатты. Соған қарағанда жақсы бір дүние ойлап шығардық деп ойлаймын. 4 беттен 1,5 сағаттық қойылым шығару, ол әрине қиын дүние. Және үлкен жетістік. Енді театр репертуары ол әртүрлі болуы мүмкін. Сіздер осы спектакльге пьесаны қалай тыңдайсыздар? Театрда ғой. Дариға театрында. Дариға театрында немесе Есаймақта болсын. Енді Есаймақта айтайын қысқа. Одан кейін Дариға театры енді кішкене үлкенірек қылып айтып беремін. Есаймақта балалардың өзіне айтамын, қандай тақырыпты ойнағыларың дейді. Біреулер комедия дейді, біреулер содан дауысқа саламыз дейді. Комедия болса комедия табамыз, драма болса драма табамыз. Және бізде үшінші не бар, ықпал кісі бар, ол жаңағы Шағангүл Алданжарма деген біздің апайымыз, анамыз. Енді сол кісі ұсыныс жасайды, әй сендер осы қойылымды қойып көріңдер, оқып көріңдер, танысып көріңдер. Сол кісінің бағытымен қоямыз, және өзіміздің жаңағы талқыға салып, бізде де жаңағы кітап жейтін қыздар бар, неде сол қыздар алып келеді, мұғалім мынандай шығарма таптым, қараңызшы деп. Айтам, бәрін жинада оқып бер.
Содан кейін бәрі жиналып оқиды, оны читка жасайды, оқып бәрі. Сосын бәрінің көзқарасын ойын тыңдаймын. Қалай болды? Ой, мұғалім мынаған жоқ. Біреу айтады, ой, мұғалім мынаны қалай болды? Сөйтіп ақырын құрап аламыз. Ал театрда оны біздің жаңағы көркемдік жетекші барлығын басқарып қарап отыру керек. Себебі ол үлкен театр, жаңағы үлкен өзінің бағыты бар театр, өзінің жолы бар театр. Сол театрда сондай көркемдік жетекші деген кісі бар, адам бар, қызметкер бар. Сол кісі қарап отыру керек. Яғни бізге қазір көрермендер комедия сұрап жатыр ма, жоқ әлде драма сұрап жатыр ма, жоқ әлде жаңағы сюрреализм тақырыбында сұрап жатыр ма. Соның барлығын дұрыстап өз жолымен қарап отыру керек ол кісілер. Жақсы, рахмет. Енді сіздердің әрбір қойылымдарыңызға, бір дайындыққа қанша уақыт кетеді? Жаңағы айттым, 10-15 күндей уақыт кетеді. Енді ары созылса 1 ай. Ол енді жаңағы ненің шығарманың ауқымдылығына байланысты. Мысалы осы жолы өткен жылы Мейрам Хабибуллин деген бізге режиссер келді. Өз отыңды өшірме Оралхан Бөкейдің қойылымын қойды. 3 сағаттық қойылым. 1,5 айдан дайындалдық. Өйткені Оралхан Бөкейдің сөзі, тілі деген енді сұмдық. Құлаш текст. Миымыз ана текстпен ұйықтап, текстпен тұрып жүрдік. Және жаңағы бір қорқыныш болды. Көрермен қалай қабылдайды екен, 3 сағаттық қойылымда отырамын, антраксыз деп ойладық, бірақ антракпен болды. 10 минут антрак болды. Антрактан келген кезде көрермендердің біраз жоқ болды залда. Содан ой түйдік, біздің көрермендер, Семейдің көрермендері әлі театрда дұрыс сүймейді екен. Егер ол мүмкін біздің де кінәміз болар, ол жаңа ұстай алмай отырғанымыз, ол көрерменді. Егер ол ұстасақ, мүмкін кетпес бе деген ой бар да, енді өз басымда. Қызықты болса, яғни. Біз үшін ол үлкен жетістік. Оралхан Бөкейдің өз отыңды өшірме романын алып, соны қойған үлкен жұмыс болды. Прям қатты физически шаршадық. Тағы да түнгі жұмыс, сахна жоқ, тағы түнгі жұмыс. Жаңа басында режиссермен тағы түсініспейсің. Ол басқа жақ бағытты айтады, сен жаңа өзіңнің бағытың бар, сонымен жүресің, қайтадан сол. Содан ол бұруға тырысады, онымен ұрсысасың. Солай қойдық. Енді бір айдан асатын уақытта қойып шықтық жаңағы. Материалдың ауқымдылығына байланысты. Жақсы, рахмет. Енді білуімше сіздер сапарлап әртүрлі аудандарға барып жүр екенсіздер. Енді осы орайда қалалық және аудандық көрермендердің айырмашылықтары қандай, олардың қошеметтері туралы айтып берсеңіз. Ауыл халқы енді андай ғой, аудан халқы болса да, ауыл халқы болса да бір үлкен бір андай немен келеді, театрға махаббатпен келеді. Енді Семейде, жалпы басқа қалаларда, үлкен қалаларда күйбең тіршілік, адамдар жұмыстан кейін келеді. Асығып, жаңағы 5-те шығады да, жүгіріп спектакльдің ортасында кіріп түсінбейді. Содан не миы шаршамайды, демалмайды, яғни не өзі ұқпайды, не болып жатқан. Сонымен шығады, анау жаңағы көрермен жанындағы отырғандардан сұрайды, не болып жатыр деп. Ал жаңағы ауыл халқы, аудан халқы біз келет деген уақыттан бастап ол кісілер дайындалады. Театр келе жатыр екен, жаңағы ауданда ойбай, үлкен театр келе жатыр. Осындай қойылыммен. Ол магазиндерге афишамыз жабысады, ауылдар, аудандарға. Содан жаңағы үлкен бір махаббат сеземіз ол. Бір 10 адам отыру мүмкін, ауылдарға барамыз, кейбір ауылдарға. 20 адам отыру мүмкін, бірақ сондай бір махаббатпен отырады. Бір демалып қайтатын адам сезесің да залдан. И ондай көрермен сезгеннен кейін сен мүлде ашылып ойлайсың қойылымды. Енді қазір ұсақ мектеп оқитын балалардың мектеп театрға келуі қиын болып жатыр ғой қазір. Жалпы келсең де келесің, келмесең де келесің деген дүние бар да. Жаңағы билет апарып береді. Ол билет алынады. Одан ол бала келе ма, келмей ма? 1000 теңге. Ол билеттің құны бір 5000 теңге болса келеді.
любой адам келеді бесіне. Ақтау болғанда қалай ол? 5000 теңгеге не алдым мен деп келеді да көрермен. Ал 1000 теңге болса, 1000 теңге ғой. Жарайды қойшы, қайда жоғалмаған 1000 теңге. Сол жағынан қазір біз сол театрдың администраторларына айтамыз да, билетті қымбаттатайықшы. Егер біз өзіміздің құнымызды түсіреміз, 1000 теңге деген. Бұрын 700 теңге болатын. Қазір кішкене 1000 теңге көтерілді. Қояйық, бір 2000 теңгеге көтеріп көрейік, алады адамдар. Алу керек, үйретуіміз керек, өзіміздің көрерменіміз болу керек. Мысалы, театрда 500 орын ба, 500 көрерменіміз болу керек. Басқа ғимаратқа көшіп кеткеннің өзінде сол көрермен сол ғимаратқа бізбен бірге баратындай. Қазір өкінішке орай көрерменіміз аз, себебі жаңағындай обязаловкамен қойып тастаған билеттерді. Ал кейбір көрермен бар, шыны керек, жасырмаймын, кейбір көрермен бар, өздері келіп, алдын ала билет алып, алдыңғы қатардан алып, оны материалды оқып бізден алып, қойылымды көрмес бұрын бірінші оқып келеді, танысып. Оны оқып келген адам ол қойылымды түсінбеуі мүмкін емес. Сол себепті жаңағы ауылдар мен қаланың айырмашылығы осы. Енді балалар мүлдем бөлек. Енді анау ауылдың балалары, ауданның балалары жаңағы ертегіні көрген кездегі эмоциясы мүлдем басқа. Қалалардікі мүлдем басқа. Енді оларда жаңағы Семейде, осы басқа қалаларда, біздің Семейде бар жаңағы театр апталығы деген мектепте уақыт бар. Алып келеді, бәрі шу-шу етіп кетеді. Аудандарда, ауылдарда ондай жоқ қой, театр күні деген сияқты. Біз барамыз, лық толы, прям үлкен кісілер сияқты тыныш отырып көреді, басын эмоциясын шығарып, айғайлайтын жерде деп жауап беретін жерінде жауап беріп, солай отырады. Яғни сағынады театрда. Осындай айырмашылық бар. Енді қазір сіздер аудандарға шығып жатырсыздар, қалаға барып жатырсыздар, әртүрлі. Енді Қазақстаннан өзге шетелдерге бару, шығу істерінің жоспарларыңызда бар ма? Әрине. Қашанғы аудан мен ауылға барғым келеді. Әрине бар, бірақ енді осы былтырғы жылы барып қайттық. Турция қаласында, Турция мемлекетінің Коnya қаласында үлкен фестиваль өтті. Сонда қатыстық, Ричард 3 қойылыммен. Сонда барып мәдениетімен, театрымен таныстық. Ел көрдік, жел көрдік кішкене. Түнгі репетициядан шықтық кішкене. Сол театр ол жақтағы деңгейі мүлдем бөлек. Яғни мүмкін тілін түсінбегеннен кейін бе 3 сағаттық қойылымдар бар. Сөз деген енді көп. Действия жоқ та, соны таң қаламын да. Қазір мысалы біз актер болғаннан кейін біз бірінші жаңа айттым ғой, Әсет ағамыз келіп сөзді ойнатуды деп. Бірінші әрекетке кетеміз да, біз бірінші. Әрекет, яғни действияны тауып аламыз, содан кейін соған текст құраймыз. Кейбір жаңағы Әсет ағамыздың школасы, мектебі, ол жаңағы сөзді бірінші айтады, содан кейін сөз егер тумаса, ол қозғалмайды артық деген сияқты. Вот жаңағы неде, Турцияда сөзді ойнатады да, көбінесе. Соны түсінбей, жарайды бір қойылым шығар дейміз. Енді көріп жатырмыз ғой, қайыр ненің Турцияның театрларын. Бір қойылым шығар сондай деп ойлаймыз. Екінші қойылымға кіреміз, тура сондай қайтадан. Соны өзіміз таң қалып қайттық сол Коnya қаласында. Жақсы, рахмет. Енді қазіргі театр көрермендерін немен қызықтырады деп ойлайсыз? Енді қазіргі жастар кішкене болсын, жоғарғы оқу орнының студенттері біздің нақты көрермендеріміз болып тұр ғой. Сол кісілердің қызығушылығы енді өлмейтін тақырып, махаббат тақырыбы ғой. Жаңа Алматыдан қарап отырамыз, әріптестеріміз, жаңа Ғабит Мүсірепов театры махаббат қызық мол-жылдарын қойыпты дегенді естіп, шіркін бізде де сондай бір қойылым болса екен деп армандап жүрміз. Себебі аншлаг деген, мен естеймін, Мүсірепов театрының администраторлары театрдан шықпайды екен. Ол қазір әлеуметтік желі ол кісілерде қатты дамығанда. Яғни билет телефон арқылы, тикетон арқылы өтіп кетеді. Аншлаг. А бізде
администраторлар шығады, бүкіл мектеп, универ, жаңағы әртүрлі жұмыс орындарында билет алыңызшы, билет анандай қойылым, ол мынандай қойылым. Ол кісілерде мүлдем бөлек. Жаңа біздің театрдың ақсап тұрған жерімізде осы СММ маманы. Бірақ енді қазір бір азамат айналып жүр, жақсы бір жетістіктерге жетіп жатырмыз. Ақырын ғой, енді ол тез бола қоймайтын дүние. Сондай жұмыстар жасалып жатыр. Жақсы, рахмет. Енді бүгінгі сұхбатымыздың соңында жастарға айтар ақыл кеңесіңіз, мотивациялық кеңес болса? Енді шыны керек, мотивация дейтін. Біз өзімізге қазір мотивация керек болып жатыр үшін. Ақыл айтудан аулақпыз. Бірақ енді жаңағы айтып жатырмын ғой, сахнаға шыққан адам өзінің ойын емін-еркін жеткізеді, тік жеткізеді. Ешкімнен ұялмайды, ешкімнен жасқанбай жатады деп. Егер сіздің титтей болсын бір жүрегіңізде сахнаға шығу деген арман, ой болса, соны міндетті түрде іске асыру керек. Жастарға айтатыным себебі мүлдем басқа есік ашылады өміріңде, мүлдем бағытың ашылады, мүлдем басқа. Сол себепті ешқандай жасқанбай, қорықпай, мектеп болса, жаңағы музыка пәнінің мұғаліміне барып, осындай ән айтып көрсем ба деп, мысалы, мүмкін мен өзім ән айтып келдім ауылдан. Соны театрға кіріп кеттім, өзім қайда болған. Мұғалімдерім әлі күнге дейін мектепке барсам айтты, сен әнші едің ғой, немене актер болып кетесің. Сол сияқты ондай қорықпай, жасқанбай, мүмкін мысалы біз сияқты актер болғысы келетіндер бар. Сол жастарға айтамын, қазір мысалы жаз сайын, әр қабылдау сайын Мұқан Тірбаев атындағы музыкалық саз колледжінде актер бөлімі бар. Келіп бағын сынап, өзінің өнерін көрсетіп, кірсе, қабылданса, міндетті түрде 3-ші курстан бастап ол бала қойылымға кіре бастайды. Яғни театрдың үлкен сахнасына кіреді. Жаңағы айтып жатырмын ғой, ауылдарға барамыз деп. Былтыр ғана өзімнің туған ауылыма барып, гастрольмен сапармен бардық та. Соның сахнасына шығып қарап тұрмын, мына сахна бұрын болатын ғой деп. Көп кішкентай да ауылдың сахнасы. Жағдай, свет деген жоқ, кішкене. Сол жағын қараймын деп, мына сахнаның бәрін жасап берсе ғой біреу. Біз ана сахнада жұлдыз сияқты, Қайрат Нұртас сияқты билеп тұрып өлең айттық қой шіркін. Анау деген біз үшін басқа дүние болды да. Қазір үлкен сахна, әртүрлі елге барып, жаңағы театрдың өзі, мысалы 500 адамның алдында шығып өнер көрсетесің. Ал жерде зал кішкентай. Сон мұғалімдер, жаңағы өзімнің әнге алып келген ұстаздарым, Мұса деген ағамыз бар. Сол кісі келіп қарап жатыр да, балам бекер өнерге тартпаппын ғой дейді да. Енді көріп, жаңа қойылым өзімнің басты театр басшылығы ауылыңа бар жатырмыз, өзімнің басты рөлдағы спектакльімді алып барайық, мұғалімдерің, жаңа ауыл тұрғындары көрсін. Енді ауылда әнші Ислам, қазір актер Ислам болып барды ғой, өзінің ойын жеткізетін. Ол жерде спектакль ойнау мен үшін мүлдем басқандай бір деңгей болды. Қобалжу деген мүлдем басқа болды. Сондай дүние бар. Енді жаңағы бірін айтып бер жатырмын ғой. Жаңағы жастарға айтар ақылым, егер арманың болса, соны орындалуына өзіңнің үлесіңді қосып, мақсатыңа жет деп айтқым келеді. Енді театрға келіңдер, қатты қызығушылық болса, жаңағы театрға келіп, ақырын спектакльдерді көріп, содан кейін үйге барып оны талдап, ата-анаңмен осындай болды, анау осылай айтты, неге деген сұрақтарды қоя бастасаң, жаңағы әке-шешеңмен нең пайда болады, диалогың пайда болады, өзің. Сондай ақыл енді. Бізде ақыл айтатын әлі жаста емеспіз енді. Өзіміз әлі білмейтініміз көп. Білетінімізден білмейтініміз көп. Жақсы, рахмет сізге. Енді бүгін алтын уақытыңызды қиып, студиямызға келіп, әдемі сұхбат беріп отырғаныңызға сізге алғысымызды білдіреміз. Енді осымен подкастымызды аяқтасақ. Жақсы, рахмет сіздерге де шақырғандарыңызға, елеп ескеріп, шақырып жатқандарыңызға рахмет. Жаңа осы сәтті пайдаланып, енді халықаралық театр күні деп жатырмыз. Құтты болсын, әріптестерімізді алған наградаларымен құттықтаймын.
Тек жақсы күндерде кездесейік. Жақсы, рахмет. Сау, саламат. Құрметті көрермен, бүгінгі подкастымыз өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.